Армысыздар, менің арнамның тыңдаушылары. Кеше арнамда шыққан жынданған жатыр әңгімесінің екінші бөлімі. Бұл әңгімеде бір әйелдің нәпсі құмарлығы жайында айтылады. Егер де алдыңғы бөлімін тыңдағыңыз келсе, онда менің каналыма тіркеліп, бірінші бөлімін тыңдасаңыздар болады. Әйел теріс айналған кезде шамдалмен жарыса 7-8 жылтырлақ бір-біріне шағылысып, жалт-жұлт ойнайды. Толас бастапқыда қыр жиып мінез көрсетпекші болып отырған. Төпелете ішкен арақтың әсерінен ол ойы көкейінен сөніп қалды. Көптен бері кешпеген бір рахатқа белшесінен малынып, төңірегі досқа толып, алаңсыз мамыражай күйге түсіп қызара бөрткен Толас жабыла теуіп оята алмайтындай тәтті ұйқыға қалай жалп ете түскенін өзі де аңғармай қалды. Ол ертеңгісін оянғанда төңірек жым-жырт, өмір өшіп қалған тәрізденді. Үйде өзінен басқа ешкім жоқ екен. Әсима кішкентайды көтеріп, әдеттегідей серуендеп, көл жағасына кеткен шығар деп болжады. Мең-зең болған басын ұстап аулаға шықты. Ары-бері жүгірген тауықтарды анадай жерде аяғымен жерді жорта тырмалаған бір қораз арамдана азғырып өзіне шақырумен әлек. Қора-қопсы жақтан маңыраған, мөңіреген мал даусы естілді. Күн қызған жайылып үлгеретін мал бүгін қаңтарулы қалған. Желіні шіріген сауын сиырлардың бұттарын сүт керіп, бүгелексіз ақ бауырын соққылап тепкіленеді. Бір-бірінің құлақтарын жалап, емуге емшек іздеп, қытықтасқан бұзауларда тынымнан айырылған. Малды шығарып, үйреншікті өрісіне қарай беттетіп, зыңылы үдей түскен басын қайта-қайта шайқап, Толас үйіне кірді. Ол жан-жағына сипақтай қарап, екі ұдай күйде біраз тұрды. Әрине, басын түзетуді де ойлады. Бірақ одан да маңызды бір іс бары қапелінде есіне түспей алаңдата берді. Қандай іс екенін өзі де тап баса алмай тұр. Төргі бөлмеден баланың жыламсырағаны естілді. Кішкентай ұлы оянып алып, төсекте қалқиып, жалғыз өзі отыр екен. Ол көзін уқалап, қасына таяған әкесіне көтер дегендей ұмсынды. Толас оның үйпалақтанған шашынан сипап, емірене ыңылдап балақайды қайта ұқтатты. Сансаққа жүгірген ойы бір шешімге жүгініп, кенет қабырғада ілулі тұрған қосаусыз мылтығын алып, дара оқты қос патронды оқпанына сүңгітті. Әлгінде малды шығарып жүргенде байқаған жыланның ізі секілді бедерленген автомашина доңғалағынан қалған таспа көз алдына жарқ етті. Жас шөпті мұжып, көл жағасына беттепті. Ол маңнан қарайған ештеңе көзге шалынбайды. Әсиманың солармен бірге кеткеніне еш күмәні қалмады. Мылтықты кеудесіне көлденең ұстап, аласұрған жүрегі басын тепкілеп, көлді жағалап дедектей жүгірді. Өкпесі күйіп, тізе бүгетін жерді көзімен шолды. Анадай тұстағы арқандаулы тұрған шағын қайықты байқап, тәлтіректей соған қарай аяңдады. Жақындай бере, ішінде қарны жарқырап жатқан өз қатынын таныды. Біріне бірі сүйеніп үйіне келгенде есік алдынан жылап-жылап бода-бода шыққан ұлдары қарсы алды. Балақай мамалап шешесіне қарай тәй-тәй басты. Анау есі кіресілі шығасылы халде мазамдалмай дегендей оны жасқап үйге кіріп кетуге асықты. Ұлым, шешеңнің қандай адам екенін көрдің бе? Мәңгі есте сақта деп Толас тісін шықырлатты. Сосын шөлдеген баласына су беріп, біраздан соң быламық та дайын болады деп көңілін аулаған болды. Оның сөзін өзінен басқа ешкім тыңдаған жоқ. Қарны ашқан балақай қайтадан қыңсылай бастады. Әсима төр бөлмеге кірген бетте ет бетінен құлапты. Оған өз тыныштығынан өзге ештеңе керек емес. Өлі тірісі белгісіз сұлық жатыр. Толас оны мазалағысы келмеді. Бәрібір қайыр жоқ екені былай да көрініп тұр. Әбден есін жисын, сосын ары қарай көрмекші болып ұйғарды. Осы жатқан қалпында басын балтамен шаба салғысы келді. Бірақ онысы оңай өлім сияқтанды. Бұл қатынды әбден азаптауы тиіс. Қандай тәсіл қолданарын тап қазір өзі де білмеді. Сондықтан таң атсын.
Мүмкін қаперге келмейтін тың шешім сонда туындар деп бел буды. Ең маңыздысы, Толас оны ешқашанда кешіре алмайтынын анық түсінді. Ол бұның көз алдында азап шегіп барып, ендігәрі ешкімге бұйырмайтындай болып, тек қана қара топырақты ғана құшақтауы тиіс еді. Баласын қалдырып кетуге дәті бармады. Бір құмыра су алып, ұлын арқалап бетімен жайылып жүрген мал соңына ілесті. Әбден күн қызған шақта мал да көлеңке іздеп тау бөктеріндегі қайың терек өскен тоғайға қарай ойысты. Сол жерде кешкі салқынға дейін дамылдап, күн қайта жайылымға тағы шығады. Осы мезгілді пайдаланып, Толас баласын бір көтеріп, бір жетектеп үйіне оралды. Әсима қалған арақты ішіп алып, бұғып жатқан шығар деп ойлаған. Олай болмады. Түскі асты әзірлеп, ас бөлмесінде күйбеңдеп жүр екен. Мына көріністен Толастың іші жылып сала берді. Әсиманың да бетінен оты шығып, қысылып қымтырылған рай көрсетті. Мүмкін өкпе реніш осымен тарап кетсе, өмір сүру дегеніңіз өте жеңіл дүние болғаны ма деген ойға қалды Толас. Тоқ тамақтан соң Толасты ұйқы басып, бір жарты сағат көз шырымын алуды жөн көрді. Басы жастыққа тиер тиместен қор ете түскен оны сәлден соң қойны қошын тінкілеген әлдекімнің қолы оятып жіберді. Ұйқылы ояу халде, көздері мұңартып, ылыққан иттей үстіне төнген Әсиманы анық таныды. Астыңа жатқым келеді, деп әйел оттай демімен күйеуінің бетін шырпып күбір етті. Толас не дерін білмей, өзіне төніп келе жатқан бұл қатер ме, әлде бақ па екенін айыра алмай абдырады. Сосын болған жағдайдың барлығы бұлттан шыққан күн тәрізді санасында жарқ ете түсті. Өмірінде өзі естімеген жаман дауыспен барқ етті. Қылап атты, қылып ап, не оттап тұрсың? Жоғал көзіме көрінбей, салдақы. Я, мен салдақымын. Сонда екенімді біле тұрып, мені алдың. Сенің алдыңда арым таза. Ұялмай, ар туралы айтасың. Қара жер сені қалай көтеріп жүр екен? Өлтір мені, бірақ есіңде болсын. Мен сені сүйемін. Мен науқаспын. Әсима бетін алақанымен жауып, екі иығы селкілдеп, еңкілдей жылады. Толас ошарылып, не істерін білмей жалтақтады. Әйелін аяп, басынан сипағысы да келді. Бауырына басып, әдеттегідей құмары қанғанша ләззатқа батқысы да келді. Іштей тіленіп тұрған бұндай сезімге сырттан тежеу табылып, әйелінің жасаған арлығын көлденең тартып, Толастың жанын жібіткісі келер емес. Білем, қай жерің науқас екенін. Өмірі тоймайтын, толмайтын бір қарыз ішегін ғана науқас. Білсең сол, қанталаған көздерің айтып тұр, мені өлтіргің келетінін. Жалғыз өтінішім бар. Тура сол жеріме мылтықты қадап тұрып атшы. Мені де екеуміздің махаббатымызды да құртып, обалыңа қалған сол. Көрейін, сезейін, иттің баласының тартқан азабын. Тартқышы жаным, солай сазайын. Бұл әңгімеден соң біраз күн өтті. Тоң-торыс бөтен адамдарша әркім өз шаруасымен шұғылданып жатты. Нәсілінде жасайтын шаруа да қалмаған секілді. Бұрын мына жиған мал мен дүние бұлар үшін ортақ қазына діттеген мақсаттарына жеткен белестердің белгісі тәріздеді. Енді соның бірі көзді қуантып, көңілді елітпейді. Бәрі бекершілік, уақыт пен қайратты ысырап еткен алдамшы елес сынды. Екі адамның арасына түскен сызат жүріп жатқан өмірлерінің тағы бір қырын ашты. Отбасында татулық болмаса, күллі дүние қаңырап, төңірек баянсыз бос дүниеге айналып, адамнан ынта кетеді екен. Толас осындай аласапыран күйге түсіп, іштей қиналды. Осы мезгіліне сай шешімді іздеді. Өстіп қабырғасы қайса, қайғыруына әлде кішкентай ұлы ғана себеп педі. Мынау өзінің басына түскен бас аяғы белгісіз ғұмырдың түйіншектерін қалай шешсе екен? Мардымсыз, мағынасыз тіршілігіне сараптама жасағысы келді. Осы өмірге текке келмегенін айғақтайтын бір түйір дәлел таппақ болып, өткен кеткенін тінтіледі. Іліп алар ештеңе таппады. Балалық шағы толық есінде қалмапты.
Әкесі мен шешесі жарысып ішетін арақ кештер болды да, қарны ашқан кезде көбіне бір жапырақ нанды бөтен біреудің қолынан тартып бүйірін шығаратынды. Үй берекесі дегенді білмепті. Әйтеуір күн сайын астан кестеңі шығып жиналмай жататын төсек орын мен ыдыс аяқ. Мектепті 8-ден соң тастады. Оның енді оқымайтынын білген мұғалімдер сірә той жасаған болуы тиіс. Сабақ үлгеріммен қатар тәрбиесі де нашар оқушы кімге керек? Алдыңғы әпке ағалары естерін жия сала, туған ұям атанам деп алаңдамай, ит арқасы қиянға кетіп, өз күндерін өздері көріп жатыр. Ал арақтан жаралған Толас қана әке шешесін сығалап әлі жүр. Жүрген түрі сол, күні түні көше кезіп, тәлімді қараңғы бұрыштардан алған Толас көп ұзамай қылмыс үстінде ұсталып, паровоз болып 5 жылда арқалап кете барды. Бір ғажабы ол жақтан оңай олжамен қаңды аңсаған қарапейіл болып оралмады. Керісінше келе салып адам болғысы келді. Үйлі баранды болып дәулетті ғұмыр кешсем деп арман етті. Толас өзін аяп ішінен мүсіркеп отырғанда, оның ойына оқыс қайнатасы мен енесі түсті. Гоша ағай ел арасында беделді, жұрт қызығатын қызметі бар сыйлы адам. Қарашы, оның басына да дәл өзінкіндей сордың жабысқаны. Апырай, ол қалай төзді екен? Өзін ауыздандырған Зайда апайды да жаман адам деуге аузың бармайды. Сол жұрт сөгетін нәрсені істей тұра, осы аса бір қамқорлықпен балапанын келешекке қанат қақтырған ене ретінде істеген сияқты. Я, ешкім бұл дүниеде жетісіп жүрмегені баршаға мәлім. Сөйте тұра көз қылып, жақсы өмір сүріп жатырмыз. Біз ұрлықта, зинада, қиянат та жасаймыз деп көлгірсейміз. Осындай жеке қалсақ, сол сұмдықтың бәрі жан жақтан анталап, ту талақайыңды шығаруға тайынбайды. Толас тіршілік, адамзат дүние отбасы, бала туралы тағы да ауыр ойларға шомып, ақырында қорытындыға келді. Ертеңінде ол әйелі мен баласын жолшыбай көлікпен етекке аттандырып, өзі көл басында жалғыз қалды. Елге келген соң Әсима көп есеңгіреп жүрген жоқ, тез есін жиды. Күйеуінің қолынан ажал құшан ба деген қауіп сейіліп, біраз уақыт мүлгіп кеткен ескі дерті таудағы құзаудан соң қайта оянып, еркінен тыс иектей бастады. Кішкентай жиен немересін отырғызар жер таппаған Гоша ағай мен Зайда апайдың қуанышында шек жоқ еді. Әсиманың төркініне келе сала тым қыдырымпаз болып кеткені де күдік тудырмады. Ел іші ғой, құрбы құрдастарына барып жүрген шығар. Неше жыл айдалада аю секілді жабайы өмір кешті. Қыздың дәті берік екен. Өзге біреу болса, бір айға шыдамай қашып кетер ме еді? Алғашқы күндері Әсима ары өткен, бері өткен еркектердің жүріс тұрысын қалтарыста отырып аңдыды. Оған аса керегі ермек таппай зергіп келе жатқан жалғыз еркек еді. Оның жасы яки мосқалдағы оған маңызды емес. Бастысы еркектің қауқары болса болды. Гоша ағайдың ағаштарын өріп жасаған қара моншасы үйінен шеттеу бақша аяғындағы қалың үйеңкінің ішінде тұр еді. Осы сырт көзден таса монша маңын кейінгі кезде өзін еркекпін деп санайтын ауылдың боқмұрыны мен кәртеміші үйірсектей бастағанды. Бір жарты қызылға жата кететін өзі арзан, өзі көрікті қатын еркектердің құлағын елең еткізді. Шешесінің орнын басты. Ұяда не көрсе ұшқанда соны алады деп жатты. Бұл отбасының өткен тарихын білетін ауылдастары. Беліңді жеңілдеткің келсе, кезекке тұр деді. Толас атын тебініп, маслихат орнын алған жаққа өтті. Гоша ағайдың қара моншасы. Дәл осы монша ішінде анау бір жылдары Зайда апайы Толасқа алғаш рет әйел ләззатын таттырған еді. Содан бастап ол өзін еркекпін деп есептеді. Ол апырай Зайда апайы ескі кәсібіне қайта оралған ба деген ойға қалды. Не істерін білмей сәл абыржыды да, ақыр келдім ғой дегендей атынан түсіп, тізгінін ағаштың бұтағына қыстырды. Салаңдаған сулықты қаудырлата шешіп, жұмарлай орап қанжығасына байлады.
иығындағы қос ауызды опырып әлденеге оқтады. Сол тұста топтасқан жұрттың көзі Толастың әр қимылын бағып, қалт жібермей жүрексіне қарап тұр. Мен ұзақ жол жүріп келдім, мүмкін кезексіз жіберетін шығарсыңдар, деді Толас өзін танымай қалған жерлестеріне мылтықты әдейі айбар қылып кезеп. Әрине, біз қонақжай халықпыз ғой, деп біреуі жалпақтады. Зайда апай әлі бабында ма екен? Ой, ол кемпірдің артын ойып алып тастағалы шаруадан қалған. Бұл қызы ғой. Кім, Әсима ма? Ойбай, аттан, мынау Толас қой, Құдай сақтасын, деп әлгі топ тым-тырақай қаша жөнелді. Толастың басына қаны шауып, көз алды қара түнекке айналды. Оқталған мылтықты алдына кезей ұстап, тапырлата ішке енді. Ауызғы бөлмеге кіргенде ар жағынан ышқырын түймеленген біреу бұған бетпе-бет түйісті. Толас оны мылтықтың ұштығымен іштен бір түйіп, екі бүктеді де сол арынмен ары өтті. Әсима лыпассыз шал қасынан жатыр екен. Кезекпен кірген келесі біреу деді ме, тілі күрмеліп. Қарақшы құсамай келсей, шық тақтайға, деп бүгілген тізелерін айырды. Сосын оның құлағына біреу сыбыр еткендей басын көтеріп алды да, ала көліндегі бозарған бейнеге тесіле қарап. Келдің бе жаным, құтқар мені мына азаптан, деп тақтаға сылқ құлады. Бақша басында жайылып жүрген жылқыны көріп, бұл не мал, деп сол жаққа барған Гошағай астынан кеткен көп қаннан көз жұмған қызы мен ауызғы бөлмеде миы шашырап жатқан күйеу баласының үстінен түсті. Екеуін бір қабірге салды. Бірақ көпшілікке арналған бейіттен жырақ арасын қара жол бөлген сыртқа жерледі. Бұл оқиғадан соң ол тұсқа Құдайдың ажалынсыз өлген тағы бір адам қойылды. Қара жолдың екі беті екі ниетті молаға айналып, бұл жаққа келгендер біріне тағзым жасап, тәу етуге барса, екіншісінің тұсынан басқа бермесін деп түңіліп, теріс қарап өтетін. Соңы. Әңгіме ұнаса, арнама тіркеліп, әңгімелеріме қолдау білдіріп отырыңыздар.